Баршаңызға сәлем достар. Араға 4 ай уақыт салып YouTube каналға қайта оралудамын. 4 айда қандай жұмыс болды, не болды, қандай жаңалықтар болды деп сұрайтын болсаңыздар, мен право алдым. Мені құттықтап қойсаңыздар болады. Өзімнің тәжірибеде не көргенімді, қандай советтер маған, қандай кеңестер маған көмектескені туралы сіздерге егжей-тегжеймен айтып беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Право алғыларыңыз келсе, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші, право алу үшін көптеген қазір адамдар тест сатып жатыр да, сіздер оны сатып алып, маған сертификат береді деп арзан бағаға алданып қалмаңыздар. Ең дұрысы pdd-test.kz деген сайт бар, біздің қазақстандық бүкіл сондарда сол тесттің сұрақтарының варианттарын қолданады. Бүкіл сонда сол жерге кіріп өздеріңізге осы ең үлкен форматта сатып алсаңыздар болады. Оның ішінде тесттер болады, және де міндетті түрде сертификат беріледі. Мен қазір белгілеп кетемін осы жерге қалай, қашан, қайдан алуға болатынын. Мен өзім жеке тәжірибеммен алған нәрселер, бұлардың ешқайсысы мен ешқандай таныстарым емес, шын айтайын. Тестті аласыздар ғой, сіздерге 2 ай уақыт беріледі. 2 ай уақыттың ішінде сіздер 1000 сұрақты жаттап үлгерулеріңіз керек. 2 ай уақыттың ішінде сіздерге сертификат берілетін болады. Ал енді жаттау тәсіліне келетін болсақ, кез келген мысалға тестті аштыңыздар ғой, тестке қалай дайындаламыз деген сұрақтар келеді. Ол жерде видеороликтер тұрады. Кстати, сіздерді робот обучать ететін болады да. Бірақ роботта азаннан кешке шейін білесіздер ма, тыңдасаңыздар, миларыңызға нагрузка болады, өте көп нагрузка. Сондықтан мен сіздерге өзімнің жеке тәжірибем қалай болды, соны айтып бөліскім келіп отыр. Тестті алған кезде өзінің әртүрлі тақырыптар болады. Медицина деген тақырып, скорость движения деген, мен орысша оқыдым. Скорость движения, медицина, ОБЖ деген ең қиын раздел бар, 70 сұрақтан тұратын деді. Оқу тәсілі мынандай. Сіздер скорость движениені бір күн скорость движениені оқисыздар да, ашасыздар. Именно скорость движениеда суреттердің барлығы бірдей ғой. Білесіздер ма, не нәрсе ажыратады оны? Қазір тоже суретін қойып қоямын. Оны ажырататын нәрсе автомагистраль, жолды бөлетін сызық, және де құр жолдың өзі. Сол 3 нәрсе. Және де скорость. Жеңіл көліктер, мотоциклдер. Және де 3,5 тоннадан аз болатын жүк көліктер, 3,5 тоннадан асатын жүк көліктер, және де адамдармен перевозка жасаған, яғни адамдары бар автобустар, адам тасымалдағыш көліктер, және ең соңында автокөлік тасымалдайды ғой. Сол скоросттар белгіленгенде, оны оңай жаттап алуға болады. Өзінің таблицасы бар. 140, 110, 100, 110, 190, 90, 80, 70, 60, 60, 60, 50, 50, 50. Соны миларыңызды қинап бір отырып жаттап алсаңыздар, ары қарай скорость движениенің уже бүкіл бірдей суреттердің айырмашылығын тауып отырасыздар ғой. Соны жаттап алсаңыздар болды. Скорость движениені сіздер уже жаттыңыздар деп есептеңіздер. Медицинаны ашасыздар. Көптеген сұрақтар медицинадан келеді. Медицина деген талдауды былай ашасыздар. Ол жерде бір 60 сұрақтай болады. 60 сұрақты қате белгілейсіздер. Бірінші белгілеген кезде соңында жауабын көрсетеді ғой. Мынау дұрыс, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деген. Бір көріп аласыздар. Екінші рет белгілеп шығасыздар. Более-менее уже мида қалады сұрақпен жауаптары, демаласыздар. Бір ұйықтап тұрасыздар, азанда тағы бір рет солардың барлығын бір қайталап жүрген кезде 60-та 60 жауап берулеріңіз мүмкін. Егер сұрақпен жауап есе дұрыс сақталса. Сол сияқты әр разделді видео көрмей-ақ өздеріңіз тақырыптарын таңдап, солай миға жаттап алсаңыздар болады. 2 ай уақыт 1000 сұрақты жаттау үшін жетеді. Мен өзім шынымды айтайын, 1 ай бойы демалдым, ой, уақыт бар ғой деп. Уақытта қалған кезде, 1 ай алған кезде ғана дайындалып бастадым ғой, соны өзімде үлгердім. Ең соңында сұрақтарыңыз бен жауаптарыңыз, мысалға, араластырып беретін бар ғой. Режим экзамена деген функция бар да, соны кірсеңіздер, сіздерге әр разделден араластырып береді сұрақ пен жауапты. Сөйтіп сіздер соның барлығынан регулярно 38, 39, 40 жинап жүретін болсаңыздар, мен сіздерді құттықтаймын, сіз экзаменге дайынсыз. Сертификатыңызды күтесіз, сертификатыңыз келеді. Мен өзім декретте ана болғандықтан дистанционно оқыдым. Мен автошколаға барған жоқпын, себебі менде ондай мүмкіндік болған жоқ. Менде үйде балам бар, бала қарап отыр. Официально автошкола болғандықтан ол базаға енгізілді. Қазіргі таңда сертификат сатып алу дейтін нәрсе мүлде мен ойымда болғанда жоқ. Сіздердің де ойларыңызда болмай ақ қойсын. Ол сатып алса ақша болып кетеді, ал ол базадан табылмайды. Сондай бір момент бар. Официально оқып алуларыңыз керек, міндетті түрде. Официально келген сертификат міндетті түрде соның базасына түседі, одан кейін барып сіздер экзаменге жіберілесіздер. Ал енді вождениеге келдік. Әбден ютубтан қараңыздар. Автодром дедіңіздер да, ютубтан қараңыздар. Шымкент, өздеріңіздің қалаларыңызды таңдап,
автодром Шымкент деп тауып, әбден сол видеоны басынан аяқ қарап алыңыздар. Финиші қақта, старты қақта. Мен финиш деген жерден қателескен, мен финишті старт жақта деп ойлағанмын да. Фиништен өткен кезде солға қарай бұрылып, солай 100 балл алып кеткен. Мен финишке дейін 95 балмен келдім да. 100 балл деген штраф деген сөз ғой. 100 штраф алсаңыздар болды, сіздерді құлайсыздар болды. Финишке келген кезде мен старт жақта деп ойладым финишті. Сөйтіп солға поворотник жақтым, өзім 95 штрафпен келе жатырмын. Сонымен поворотникке 5 балл береді, 100 балмен финишке жеткен кезде мен құладым. Сондай қателік сіздерде болмас үшін қазір мен барлығын айтып беретін боламын. Машинаны старттан бастаған кезде ремень барлығын тағасыздар, оручник түсіресіздер, айнаны қарап аласыздар, жерге қарап тұрма, екі дөңгелек көрініп тұрма, кеттік. Баста деген кезде сол поворотник жағасыздар, сол чүк. Старттан артқы дөңгелек өтеді ғой, тік етіп сразу өшіресіздер. Долго жауға болмайды. Дальше кеттік. Солға поворот, солға поворот, солға, оңға поворот, оңға. Әбден қолдарыңызды үйретіңіздер. Сол, оң. Одан соң барып, светофордан өтіп кетпейсіздер. Светофордан өтіп кетсеңіздер, қызылға 100 балмен шарп тастайды. Линия баспайсыздар, штрафной береді 100 балл. Сразу. Линияға ориентир. Мен екіншісіне линияны басып 100 балмен шығып кеттім. Линияға қалай ориентир ұстаймыз? Сіздерге линия оң жақтан көрінбейді. Көрінбейтін болады ол, көрінбейді. Сіздерге сол жақтың линиясы көрінеді. Терезеден сәл ашсаңыздар, сол жақтың линиясы көрініп тұрады. Сіздер сол жақ линиямен ориентир ұстайсыздар. Сол жақпен дөңгелегіңіздің арасында где-то бір 15 сантиметр дей ма, 20 сантиметр дей ма арақашықтық болады, сіздер оны көресіздер. Аккуратно. Сол кезде сіздерде оң жақтан мынандай орын қалады. Түсінікті ғой? Сол жақтағы линияға ориентир ұстайсыздар. Сөйтіп айдап өтесіздер. Асықпайсыздар. 20 минут уақыт береді. Мен сияқты 5 минутта айналып кеп қоймаңыздар. 20 минут уақытты толықтай пайдаланыңыздар. Примерно мида есептеңіздер 20 минут уақытты. Сөйтіп әбден параллельно парковка мен задний парковкаға тренировка өте қатты керек. Оны ойыннан да тренироваться етсеңіздер болады. Немесе инструкторлармен әбден тренироваться етіңіздер. Параллельно парковка мен задний парковка болды. Ең қиыны осы екеу. Қалғанын автодромнан көре беріңіздер, ютубтан көре беріңіздер, жаттап аласыздар. Солай дайындықпен барыңыздар. Алланың қалауымен 1-2 попыткадан өтіп кетсеңіздер болады. Асықпаңыздар. Асықсаңыздар, құлауларыңыз 90%. Асықпай, қорқып, жай өткендер, олар өтіп кетеді. Көбінесе сондай жағдайлар болады. Ол право алып болғаннан кейін басып айдай берсеңіздер болады да, енді 60-тан аспайсыздар ғой. Автодромның ішінде экзамен тапсыру барысында асықпаңыздар. Линиялардың барлығын қарап өтіңіздер. Асықпаңыздар. Асығыс, ол білесіздер кімнің ісі екенін, сондықтан ең бастысы асықпай, нық. Аллахым, я Раббым, осы барғаннан өтіп кетейін. Өтпейсіздер ма? Ешқандай қорқыныш жоқ. Өтесіздер ма? Тіптен жақсы. Негізі барлығымыз 25 жыл басталған кезде тілек, арман, мақсат қоямыз ғой. Соның бірі менмін. Мен алдыма мақсат қойдым, Алланың қалауымен право алу керекпін, мен машина айдау керекпін, мен машина сатып алу керекпін деген сияқты. Машина айдап сатып алмас бұрын бізде право болу керек қой. Ал ол үшін оқу керек, кішкене тер төгу керек қой оғанда. Сол 4 ай бойы уақытты өткізіп, мен сол правоны оқып, Аллаға шүкір, қазір енді правоға қол жеткіздім. Енді ары қарай машина қалай сатып алу керек, сол туралы ойлай берсе болады. Сондықтан алдарыңызға мақсат қоя біліңіздер, жете біліңіздер, табыстан табысқа, жетістіктен жетістікке жете берулеріңізге сіздерге шын жүректен тілектеспін. Алла баршаларыңыздың жолдарыңызды ашық етсін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Праволы болып, көлік айдап жүруді баршаларымызға бұйырсын. Ақпарат пайдалы болған болатын болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менде тек пайдалы контент. Жақсы, баршаларыңыз амандықта және де саулықта болыңыздар.